Да, вухой шуханье, вухой силанзы. Ханди. Неге? Мына жерде джигаханзы дымы се десе, әрине бізге джигаханзы туралы айтылу керек. Мына жерде бізде в целом я умею говорить, но не умею писать деп тұр. Келе ма? Ой. Чыжы. Мне А келеді екен. Ты бучи, джигаханзы, вухой. Ду, бухой се дейді. Яғни дуды білеміз ба не екенін? Так, ду. Сеге, значит, не болады, иә? Ол антоним болады ғой. Аха. Се жазу болса, ду деген именно читать, слух. Яғни оқи алу. Келесі. Ли лауши, хуй шуханье ма. Хуй, ли лауши, шей джунгорен. 对，非常好。Дұрыс. Так, нихуй. Аша хуй деп ответ айтады, иә? Енді нихуй се ханзы ма? Нихуй се ханзы ма. Так. Бізде сменді ғана қалды, иә? Сразу керек емес ответтерді сызып отырамыз. Д болады. Жаңағы да осында келеді. Яғни сен Қытай иероглифтерін жаза аласың ба дейді. Ол айтады, жаза алмайтынын, иә? Жаза алмаймын, оқи аламын. 对，非常好。Енді соңғысы не сұрап тұр мұнда? Джунго цай хау чи ма. Қытайлық тамақты. Хаучы деген сөзді көрдіңіз ба? Біз сабақта, слайдта, в целом. Хаучы деген вкусный деген сөз. Яғни ма арқылы. Сөзден айтатында көрдіңіз ба? Значит, дәмді ме деп сұрап тұр, иә? И мұнда не деп тұр? Хаучи. Тәтіп жатыр. Так, мыналарды енді үйден орындаймыз, иә? Listeningпен, readingті. Енді давайте сабақты бастайық бүгінгі. Бүгін 今天我们开始学习第七课。第七课的题目就是今天几号. Яғни какое сегодня число? Бүгін августтың 6-сы деген сияқты айтуды үйренеміз. Жихау. Жинтен деген бүгін деген сөз. Жи деген біз білеміз, иә? Бізде болатын сколько деп, иә? Жи сойлы деп өтті қой, иә? Возраст айтқан кезде. И жигырын, нижайо жикорын дегенде сколько человек в твоей семье дегенде до 10 жүрді. Енді какое число дегенге тоже қолданамыз. Хау деген число. Жихау десе какое число сонда. Науман, конечно. Так, ана жолы біз енді сочетание тоновты өткен болатынбыз, иә? Бірінші тонмен қалған 1, 2, 3, 4. Енді осы жол наоборот екінші тонмен қалған тондармен қалай оқылады? Міне, оқып көрейікші мыналарды. Шичан. Шиден. Шиден. Так. Ин хан. Ин хан, дұрыс,对. Цидян. Циден. Кірді ғой дейміз. Ланцы. Ланцы. Нихау. Нихау, саламатсыз апай. Сәлеметсіз. Сабақ енді бастап жатқанбыз как раз. Так, мынау бізде сочетание тона. Так, сол сияқты міне годжия, лоуфан, пингу деп тоже үйден оқимыз, иә? Яғни осы екінші тонмен ненің қалған тондармен сочетание қалай оқылады. Енді бізде келесі жинтенді решен練習一下。我们已经知道这里有6张图片，我们练习一下。书是哪一张图片? яғни шу деген қайсы сурет болады? Біз білеміз, иә, оны? Джунго цай, қан шу дейді. Джунго цайды білемін. Джунго цай д болды. Рама деген ба? Ау? Джунго цай деген Қытай адамы емес па? Джунго шын деген Қытайдың адамы, а цай тамақ емес па? Яғни китайский кухня, қытайлық тамақ, иә, Қытайдың тамағы. Келесі, шайғы. Аршиву хау. Ц болады. Хау жаңағы 25 число дедік, иә. Шуды білеміз ба?
Примерно айтып жүрдік қой, жшшу деп. жшуды шу деп. шуи деген білем. Шу так. Тап, я? Шу деген. Ага. Кан шу десе, значит, емес, наоборот. Мен дұрыс білмеймін, наоборот, мында и болады. Шу кітап. Ал кан шу десе, наоборот, б, я? Кан деген бізде читать. Мында читать книгу. Енді бізде сессияу мен е қалды. Е деген дин тен жие жихау деп айтамыз. Бүгін тақырыпта. Знаете, ол е? Учится. Ау? Осыдан іздесіне қалды. Оқума учится. Учится болады ғой. Е деген бе? Жоқ, ол бізде ай болады. Кәдімгі бізде 1 ай, 2 ай, декабрь, январь деген сияқты бар ғой, сол ай. Мен айтып нарасам. Бізде F болады. Ал сессияу бізде А болады. Сессияу деген мына жерде, негізі мектепке ұқсамайды, я? Бұл бізде как бір спортзал ма, бірақ сессияудың несі, сешіңді білеміз, де, студент деген. Сонда корень се, учиться деген сөзден шығып тұр, осында сессияу, в целом школа и учебное заведение деп аударылады. Мектеп. Енді комиссия жали. Енді бүгін айттық е, месяц, ай. Кәдімгі аспандағы ай емес, аспандағы ай ол бізде е ляң. Осы еге біз ляң деген сөзді жалғаймыз. Ляң деген жарық деген сөз, е ляң. Ай жарық қой, е ляң, аспандағы. Ал енді бүгін бізде күнді айтып үйренеміз, я? Бүгін қытайлықтарда бізде аттары бар, я? Ай аттары бар. Қалай айтамыз біз? Август, сентябрь, октябрь деп. Ал қытайлықтарда олай емес. 12 айды олар 1 ай, 2 ай деп сонда айтады. Е десе 1 ай болса, ие, январь, солай айтады. Енді ені мына жақта суреті тұр, я? Жарты ай. Тура осылай жазылады. Осылай ассоциироваться етіп жаттап алсаңыздар болады. Сонда е, и сияқты оқылады, я? Ие, месяц. Енді аяттарын қарайық. Міне жаңа айтқандай, бізде январь, февраль, март, апрель, май деп айтады ғой. Оларда ие дейді. Ар-е, сән-е, яғни еге дейін бізде 12-ге дейін цифраларды жалғаймыз. Сонда ар-е біз тек осы сандарды білсек болды. Знаете, ол ш-е, ар-е бізде аяттары. Так, енді қай ай деп сұраймыз, я? Джиді жаңа айттық, я? Джи. Сонда біз санның орнына мен сұрақ жасаймын. Мынау джиді. Джисойлы, джигырын деген бар еді ғой, джикорын қаншадан бар, осы джи қолданылады. Сонда мен джи-е деймін. Джинтен, или в целом я, джинтен, джи-е. Бүгін қай ай осы айда? Қай ай бізде? 8 ба? Ба-е. Джинтен, ба-е. Сонда ба-е дейміз. Джи-хау десек, 6-сы ғой, леу-хау. Мен сияқты. Біз джиннен деген сөзді білеміз, я? Джиннен деген осы жылы. Осы жылы мен мынанша жастамын деп өткен болатынбыз ғой сабақта. Нен, мына жерде нен деп тұр. Сол нен. Бізде и нен десе 1 жылда бізде еу бар. ш-ар-г-е. Бұны білеміз, счетное слово 12 ай. Сонда и нен еу ш-ар-г-е деп тұр мұнда. Пининға жазып аударбасаңыздар болады. Осы фразаны. Міне. Енді қалай шыққан міне. 1 цифра, оған ені жалғадық, январь пайда болды. Сол сияқты міне ар-е, сән-е, сы-е, потом у-е, леу-е, чи-е, леу-е, ой, то есть джоу-е. Мына жерге не? Ба деген бізде мына жаққа қате жазылып кеткен, я? Лю деп. Ба болу керек негізі. Қате кеткен, бәсе, лю-е деп не оқып қойдым деймін. Ба болады емес па бізде. Мына жерде қате кеткен сонда. Ба-е болады. Так. Ба-е. Келесі вот. Джоу-е білеміз, сентябрь, тоғызыншы, шы-е, ши-е, ш-ар-е. Енді апта күндері. Апта күндерде тоже солай. Яғни сиңчи. Мына жерде сиңчи деген сылым, ол апта деген сөз. Апта күні. Енді біз жаңа иені айтқан кезде, иенің басына қойдық қой, ие, ар-е деп, яғни иеге дейін басында тұрды сандар, я?
Ал апта күндерінде 6-ға дейін бізде 7 күн бар, бірақ 6-ға дейін, субботаға дейін соңында тұрады. Тек қана воскресенье, жексенбі күнінде синчирі, синчитен. Тек қана осы синчирі, синчитен. Екі способ бар воскресеньеде айтудың. Синчирі или синчитен. Сонда мен жаңа жиі дедім. Енді синчи жи десем, қай апта деген сөз. Мынайға синчи деп жазайын қазір. Синчи. Бұл бізде апта күні. Мысалы апта. Енді синчи жи деп сұрақ қойсам, значит, қай аптаның қай күні? Жинтен синчи жи. Не дедім? Аптаның 4-ші күні. Бүгін қай күн дедім? Сіз қалай айтасыз? Синчи-сы. Синчи-сы. Аха. Синчи-сы. Сонда синчи жи деген мынау бізде сұрақ. Енді оқып шығайық. Синчи и, синчи ар. Ерасыл оқып беріңізші, бірден бастап соңына дейін. Синчи и, синчи ар, синчи сан, синчи сы, синчи у, синчи лю, синчи ри, синчи тян. Синчирі, синчитен. Той, 非常好, прям күшті оқыдыңыз. Десеба, енді бүгінгі сөздерге қараймыз. Бұны тоже сөздің арасында кездеседі, в целом осы кестелерді жаттап алу керек. Енді келесі жинтенді ңцы. Біріншісі чин деп аударылады. Ол чин, пожалуйста, просить. Яғни глаголмен бірге жүреді. Бізде енді дзо деген сөз бар. Ол сидеть. Бізде ана дзомен шатастырмаймыз. Дзо, джунго, цай дегенде делать болып аударылды ғой, яғни. Мына жердегі дзо иероглиф басқа, бірақ тондары бірдей. Сонда, пожалуйста, садитесь деген сөз. Чинмен бірге, чиннан кейін глагол жүру керек. Чин дзо, чин шо дейді. Чин вын. Енді вын деген сөз тұр, да спросить. Енді бүгін бізде чин вын. Кешіріңіз, сұрауға бола ма, бүгін қай күн деп өтеміз. Сонда, чин вын десе екеуі, извините, можно спросить. Сонда, былай ғой, мысалы, шо дегенді айттық, анасы вақта, шо хани. Қытай тілінде сөйлеу. Мен мысалы бір бұйрық беру керек, или біреуден вежливо сұрау керек. Если мен чин шо хани или шо хани деп айтсам біреуге, қытай тілінде сөйле деп сұрап тұрмын да мен ол адамнан. Бірақ ол уже грубо естіледі. А мен чин деген сөзді қоссам, чин шо хани, чин не шо хани десем, пожалуйста, қытай тілінде сөйлеңізші. Яғни чинді көрсек, значит, ол что-то вежливо. Именно пожалуйста, просить, excuse me деген сияқты сөз. Ол вынмен жүреді. Осы случайда чин вын. Сонда жин тен жие жихау дейді. Жин тен деген бүгін деген сөз жаңа көрсеттім. Мына жие жихау қалай аударылады? Так, извините, пожалуйста. Извините, вын и чин, пожалуйста. Ага, сонда вын спросить. Можно спросить. Excuse me, can I ask деген сияқты ғой. Жин тен жие жихау. Бүгін айдың қай күні и қай число деп тұр. Жие, жаңа жидің орнына біз енді сан қойсақ, арие деп. Екінші ай, ол бізде февраль. Сосын мына жерге жидің орнына 9-ды қойсақ, мысалы, 9-шы число. Хауды қазір тоже қарастырамыз. Енді чинвен нижау шымы меңзі дейді. Не деген сөз? Чинвен нижау шымы меңзі деп тұр. Так, извините, можно спросить, сіздің атыңыз кім? Аха, той, 非常好. Чинвен нижау шымы меңзі деп танысуға да болады. Чинвен түсінікті, я? Келесі сөздер. Енді бізде дзуотен, жинтен, минтен. Жаңа айттық, жинтен, жие жихау. Біз жиннен дегенді білеміз, нен деген в целом ол бізде жыл болды. Осы жинненді қойсақ, осы жыл болып аударылады. Мин, мына жердегі завтра, минтен, ертең. Дзуотен, алдындағы ключтарға мен сызып қойған себебім, мен екеуінде ж деген сөз ғой, жаңа синчи ж дедік қой, ж сонда күн деген сөз ғой, уже содан шыққан. Нен, біз айта аламыз, жин нен, мин нен десек, осы жыл, келесі жылы. Ал дзо нен деп айтпаймыз, ол чинен болып кетеді. Өткен жыл ол чинен. Бірақ оны будущем өте жатармыз, қазіргі таңда білу керек бізге дзотен, жинтен, минтен. Мында енді жазылып тұр, чинвен, жинтен, жие, жихау. Бүгін қай күн, қай число. Бізде енді кеше қандай күн болды, бүгін қандай күн, ертең қандай күн болады деген сөздер бар, болады, болды деген сияқты. Ал Қытай тілінде мен жинтеннің орнына дзотенді қойсам, дзотен деген бізде кеше деген сөз, дұрыс қой. Мен айтам, дзотен жие жихау десем, кеше қандай күн болды деген сөз. Яғни өткен шақты мен осындай кеше, бүгін деген сөздермен, ертең деген сөздермен ауыстыра аламын. Ешқандай предлог андай болды, будет деген сияқты сөздер қолданбаймын. Дұрыс қой?
жиі жихау, все. Бізде зотен, жиі жихау десек, то же самое. Миңсен деп те айтамыз. Енді қазір бізде не жасағанда, практика жасағанда көреміз. Түсінікті, иә? Зотен, жинтен, миңтен. Аха. Енді келесі хау. Жаңа айттық число. 6-шы число, 7-шы деген сияқты. Мен мысалы айтамын, жинтен жихау. Бүгін какое число? Ба. Маяқта не деп тұр? Ба. Хауды оқимыз, иә? Енді бүгін шынымен де сұрақ, шын өмірден. Жинтен жихау. Қай күн бүгін бізде? Лю хау. 6-шы. Ал жиі жихау десем, міне е жаңа көрсетті месяц сонда. Полный сонда сөйлем. Жинтен жиі жихау. Біз просто жидің орнына сандарды қойсақ, ол уже понятно. Сосын қытай тілінде былай жүреді. Үлкеннен кішіге қарай жүреді. А біздің қазақ тілінде біз айтамыз, иә? Қалай айтады бізде қазақта? Майдың или там. Бүгін бізде августтың там 6-сы или 6-шы деп айтады, иә, басқаша. Ал қытай тілінде наоборот. То есть бізде күн бірінші жүреді да, содан кейін барып жүреді ғой, ай, потом жыл деген сияқты. Ал қытай тілінде наоборот, бірінші жыл, ай, күн. Бірақ енді біз жылды айтпаймыз число сұрағанда. Просто міне жинтен жиі жихау. Енді айтайық. Жинтен ба жиюе. Вот, жиді айтпаймыз ответ қайтарғанда, өйткені жи такта бізде, вот осының орнына біз жидің орнына сандар қойсақ, болды ответ. Ответ қайтарғанда жиді айтпаймыз ғой, өйткені бізде сұрақ. Аха. Жинтен ба е. Лю хау. 对，非常好。ба е лю хау. Енді синчи, жаңа айттық, неделя деп аударылады. Біз жаңа айттық, синчи и десек қай күн? Қалай? Синчи и. Бүгін. Жинтен бүгін. Синчи и понедельник, иә? Аха. Міне мынау кесте ғой. Синчи и. Вот идің орнына қытай тілінде міне, мен жаңа е там жу е, бізде сентябрь, мен санның орнына жиді қойдым, яғни ол сұрақ. Сұрақты мен қайда қойдым, сол жерде ответ бізде. Сол сияқты міне синчи и, синчи ар, мен оны енді сұрақты қалай қоям? Мен жиі жихау дедім да, енді аптан сұрау керек қой. Мен оны жиді конце қоям, міне. Синчи жи десе аптаның қай күні деген сөз. Синчи. Жинтен. Бүгін қай күн? Тан. 4-ші күн. Дұрыс, 4-ші күн, значит, уже 4 деген санды қоямыз, иә? Синчидан кейін жидің орнына. Синчи сан. Емес па? Сан деген бізде среда емес. Авойсы. Аха. Мынақа мен былай жазайын. Синчисы. Сонда синчисы. Енді полный фраза. Мен в целом жинтен жихау деп сұрай салам. Значит, сегодня какое число? Все. Сіз айтқандай жинтен лёхау. Біз біліп тұрмыз, біздің миымызда тұр, типа августты білеміз, бірақ қай число екенін білмейміз. Яғни бүгін 6-сы. Енді екінші способ, мен сұрайын, жинтен жиі жихау десек, қай ай, қай күн. Сіз жаңа айттыңыз, ба е лёхау деп. Енді полный, прям аптаның күніне үшін сұрасақ, жинтен жиі жихау синчи жи. Енді бірінші жаңа жиі жихауды айтамын да, содан кейін барып соңында аптаның қай күні деп айтамын. Синчи жи. Сіз айттыңыз синчисы. Или просто қысқартып, жинтен синчи жи десем, бүгін қай күн аптаның. Сіз айтқандай жинтен синчисы деп айта саламыз. Түсінікті ма? Аха. Енді келесі бізде чи. Идти, ехать. Яғни чи плюс обязательно место. Енді бізде орыс тілінде былай, иә? Жаяу жүрсек, идти, машинамен барсақ, ехать. Ал қытай тілінде чи барлық жерде. Яғни оны екінші яческеде бөле өтетін боламыз. Мен машинамен мектепке бардым деген сияқты. Оны өзім машинаны айдап барсам, о кайчы чи сюэсяу. Или автобуспен бардым десек, автобусқа отырып бардым деп аударылады да. Дзо ғой өйткені сидеть. Дзо гонгонг чи чи сюэсяу деген сияқты. Сонда чи всегда. О сяң чи жунго келесі сабақтарда өтетін боламыз. Я хочу деген. Сонда сяң, о сяң чи жунго деген сияқты. Келесі мында сюэсяу. Учи, сюэсяу қалай аударылады? Учи, сюэсяу. Мектепке барадым. Мектепке барамын.
Чи место. Чидан кейін біз неше түрлі нелерді айта аламыз. Чи джунго десек, в целом мен Китайға барамын деген сияқты. Бірақ енді барғым келеді, бардым дегендерді біз сөздермен нетеміз, ауыстырамыз. Сөздермен там ертең, бүгін деген сияқты. Чи сессия. Тағы біз қандай место өтіп едік? Так. Қана қазір бүгін өтіп тұрмыз, сессия. Келесі сабақтарда больница, там магазин. Чи, жоқ, чи болмайды. Енді үйге барғанда, так не. Біреу қосылды ма, қазір көресін что-то. Наоборот, біреу шығып кетті. Ладно. Қарайық. Қазір более неге қарастырамыз грамматиканы, сол кезде көретін боламыз. Главное, чиді ұмытпау керек, всегда енді керек болады. Сессия, ол мектеп. Школа, учебное заведение. Енді келесі кан. Кан в целом бізге контекст бойынша аударылады. Яғни, смотреть и читать. Не қаншама десе, не қарап жатсың деген сияқты. Біз білеміз, ду, ол бізде читать, тоже. Біз келесі аналог сабақта өттік ду дегенді. Ду ханзы деген сияқты. Именно бұл каннан айырмашылығы, ду біз вслух дауыс шығарып оқу. Именно солай, читать, именно ду. Ал кан, ол бізде читать, кан шу. Міне шу бізде книга, бүгін өтіппіз, жаңа білмегеніміз енді түсіндім. Кан, сонда смотреть, читать. Неге смотреть? Енді денің деген сөзді қостым. Түсінікті болу үшін деніңді біз пока осы сабақта жоқ негізі. Денің деген ол бізде фильм. Сонда кан денің дегенсе смотреть фильм. Контекст бойынша аударылады. Шу десе, кан шу десе кітап оқу, кан денің десе смотреть фильм. Сол сияқты не кан шыма десе не қарап тұрсың. Если сен, то есть шыманы білеміз не деп аударылатынын. Біз шымыдан кейін подлежащий там дополнение қойған кезде қандай деп аударылатын, Шымы шу десе қалай аударылады? Шымы шу. Оқып жатсың не оқып жатсың? Никан шымы шу десе қандай кітап оқып жатсың, В целом шымы шу десе қандай кітап деген сөз, Шымы денің. Шымы денің. Қандай фильм көріп жатсың? Никан шымы денің десе, в целом шымы денің қандай фильм, шымы шу қандай кітап. Енді никан шымы денің, қандай фильм қарап жатсың, никан шымы шу қандай кітап оқып жатсың деген. Шу. 这是我的书дейді. Аударамыз. 这是我书. Ж дегенді біз білетініміз, Ұмытып қалып тұрмын, қайта айтарыз ба? Джигі ханзы дегендегі Дж деген это деп аударылады. Все. Так. Это. Это. Ода шу дейді. Аударамыз. Ода шу. Ш ода шу. Ш қандай число еді? Ш деп екеуі уже бірге это деп тұр ғой. Бұл менің кітабым деген ба? Дұрыс, бұл менің кітабым. Ш арқылы, как this is деген сияқты ғой сонда. Ш is болып тұр ғой сонда. Ш. Джибін шу шы оды деп те айтуға. Бін деген енді четное слово для книг, оны бүгінгі сабақта жоқ, но в целом келесі сабақтарда өтеміз. Так, кан шу. Түсінікті, Кан шу деген. Енді келесі более грамматикаға назар аударайық. Енді жаңа айтқандай, міне бяуда, жичиді бяуда дейді, выражение даты. Так, енді, вот. В китайском даты говорят от большего к меньшему. Бағана айтқандай, именно жыл, ай, потом число. Так, хау деген бізде число, Хау дедік. Енді біз оны ж деп те айта аламыз. Бірақ хау более разговорный, ж письменно болады. Сеңчі ж дегендегі оны, хау. Так, мұнда енді мысалдар тұр. Шығып аударайық. Мысалы, мына джоу е и хау. Сеңчі сан. Яғни тура осындай порядокта жүреді. Ол значит, 1 сентябрь, среда. Сол сияқты 2 мен 3 оқып көрейік. 1 сентябрь, 2 число,
четверг. Қытайша оқиық бірінші, сосын аударамыз. 9月2号 星期四. Яғни сентябрьдің 2-сі, иә? Сентябрьдің 2-сі, четверг. Четверг, 星期四. 8月30号 星期二. сегізінші апта қандай? 7-ші ай. 31 Августтың 31-і. Дұрыс. Екінші күн вторник. Енді қалай сұраймыз міне? 今天几月几号星期几? Осыған жауап берейікші. Мына сұрақты бірінші аударайық. 今天几月几号星期几? Бүгін ба? Бүгін қай ай, қай күн, аптаның қай күні? Енді осыған жауап берейік. Жидің орнына біз сонда... Байы. 今天байы. 6号 星期四. Фэй Чанхау. Енді зотен деген қалай аударылатын еді бізде? Зотен, ертең, кеше. Енді зотен жүйе жихау синчи жи. Не дедім? Кеше қай күн болды? Айтайық, кеше тура осы порядкта айтып шығамыз. Зотен байы. 5号 Фэй Чанхау. 星期三. 明天деген қалай аударылады? Ертең. Енді тура солай. 明天几月几号星期几? 明天байы 星期号 星期 Байы. Қайттан айтайық. Байы. 8-ші ай. Қай число? 7. Чи хау. 星期 Фэй Чанхау. Сонда солай. Енді жылды бізде айтылмаған бұл сабақта, бірақ мен залым жылды. Қай жыл дегенді біз на дегенді білеміз ғой, которыймен жүреді. Сонда жинен емес, наинен десе қай жыл, который. Жиннен деген осы жыл деген сөз. Осы жыл қай жыл? Жинненші арлеунен. Енді бізде 2026 деп оқиды ғой. Ал қытайлықтарда потом 0 деген лин, леу. Яғни каждый число отдельно оқылады. Сонда арлеунен деген сияқты. Так, қалай айтылу керек, түсінікті, иә? Енді бізде арасында ш деген являция бар ғой. Ол бізде негізі керек емес. Қазір соған грамматиканы етеміз, бірақ бізде текстта бар. Яғни ол как кеше қандай күн болды, как болды деп аударылады. Бүгін деген сөзде қолданылмаған. И ертең қандай күн болады дегенге бізде нетуге болады. Бірақ қытайлықтар қысқартады, соны қолданбасақ та болады. Шыны и айтсақ та болады. Бірақ бізде осы айтылатын. Предложение именно существительным. Именно число, дата, возраст в роли сказуемого. Біз возраст айттық. Өзіміздің. Сол кезде біз шын айтқан жоқпыз, мысалы, о ашы суй деген кезде мен ошы демедім. Яғни мен из деп ондай ештеңе айтпадым. Яғни бұл жерде мені айтып тұр, не нужно добавлять глагол ш, являться, быть. Керек емес. Просто мы соединяем подлежащее и информацию о возрасте, времени, дате, все бірге. Мұнда енді не деп тұр біріншісінде? 我的韩语老师. Так, ол жоқ, менің китайский языктан мұғалімім. Не дейді? Саншы, сансуэй дейді. Саншы. Подлежащиймен сказуемыйды нетеміз. Бұл жерде возраст, апта, күн деген сказуемый болып тұр ғой. Существительный, бірақ в роли сказуемого болып тұр. Яғни, қалай аударамыз? Менің қытай тілінен мұғалімім 33-те.
возрастын айтып тұр. Біз айтқан жоқпыз иә, оды ханилаушы шы деген жоқпыз, керек емес. Енді минтен синчисан дейді. Минтен синчисан. Ертең аптаның 4-ші күні. Сан, пушысы. Үшінші күні. Значит, ертең среда деп тұр. Минтен ші синчисан демеді, бірақ мына случайда біз шыны қоя аламыз. Минтен ші деп, то что ертең деп айта аламыз. Өйткені бізде текстте кездеседі, сіздер сөйлес шы қайдан шықты деп түсінбей қалмау үшін айтып жатырмын. Бірақ негізі грамматика бойынша қоспаймыз, чтобы шатаспасын. Сол сияқты мында не деп тұр енді? Жинтен жүйе юхау. 9-шы айдың 1-ші күні. Значит, 9 жай бізде қай ай? Капустен ең қандай еді? Бізде 8-ші ай, келесі ай қай ай? Август, сентябрь. Сентябрьдің 1. Түсінікті, иә? Енді бізде соңғы грамматика қалды. Қазір қарайық. Жаңа өттік чи дегенді. И мында дзошымы деп жазылып тұр. Дзошымы деген не деп аударылады? Дзошымы. Кеше ғой да? Кеше. Дзотен дегендегі дзо емес. Бұл жерде алтын сабақта болмады, сол үшін айта салайын. Дзо деген делать. В целом. Там дзо джунго цай десе, именно готовить, делать китайское блюдо. А на случайда дзошымы десе, не істеп, мысалы біз айтады, не істеп жатырсың деген сияқты, что делаешь, что делать деп аударылады. Осы дзошымы дегенді көрсек, енді ол бізде я не істеп, мысалы, что делать деп аударылады. Не дзошымы десе, сіз қазір не істеп отырсыз деген сияқты. Осы дзошымы. Енді мынаған біздің главный немізге оралайық енді конструкцияға. Бұл бізде именно екі глаголмен, с двумя глаголами, где первый глагол чи, жаңа айтқан чи, идти, бару дегенді білдіреді. Чи указывает направление, а второй цель этого движения. Сонда мен біріншісін оқып берейін. О чи джунго. Мынау жақшаның ішінде джунго пинyin, то есть место. Сюэси хани. Сонда мен барамын Қытайға. Не істеу? Не үшін? Цель керек. Сюэси ол бізде глагол, иә, учить. Деп айтамыз, иә. Сонда мен Қытайға барамын Қытай тілін оқу үшін деген сөз. Сонда verb бір. Яғни бірінші глагол, екінші глагол. Мына жерде место неге жақшаның ішінде тұр десек, біз оны алып тастасақ та болады, иә. Учи сюэси хани. Мен барамын Қытай тілін оқу үшін. Бірақ бізге понятно болу үшін место керек, иә. Яғни мен барамын для того, чтобы деп аударсақ болады. Именно цель керек. In order to деген сияқты ғой. Сол сияқты давайте 2 мен 3 оқып көрейік. Мен Джунго Фангуан, Чи Джунго Сай. Так. Біз Фангуанар деген не? Қандай? Джунго Фангуан. Китайский ресторан. Біз китайский ресторанға тамақ жеуге барамыз. Именно Чи Джунго Цай десе Қытай тамағын жеуге барамыз. Аха. Енді үшіншісі. О сюсяо каншу. Чи сюсяо, чиді ұмытып кеттік. Сіз аяқтағы неге қарадыңыз, иә, андай пиньиндарға. Чидің пиньинін қосылмаған енді аяқта. О чи сюсяо, обязательно мектепке барамын деген сөз керек қой. Сюсяо не істеуге? Каншу дейді. Так, сюсяо. Оқуға. Мектеп, сюсяо мектеп. Мектепке оқуға барамын. Каншу кітап оқуға, иә. Сонда міне бізде главный не? Подлежащее. Чи. Бізде чи. Глагол жаттап аламыз тоже. Иероглифін чи. Потом место. Что делать? Так, енді біз келесі сабақтарда өтеміз. Майдоңси, сатып алу деген сияқты сөздер. Бірақ мына бүгін жазайын. Мысалы, магазинге барамын. Тура қазақ тіліндегі структура сияқты. Мен не істеймін? О. Деміз, о. Мен. Чи. Магазин деген сөз жазайын. Шаңден. Келесі сабақтарда өтеміз. Шаңден. Шаңден. Не істеуге? Мысалы, фрукты.
Май деген бізде купить деген сөз. Так, шаңден. Мына жерге мен уже екінші глагол жазам. Май деген. Май бізде екінші глагол. Глагол екі деп қояйын мында. Май шуэйго. Шуэйго деген бізде ол фрукты. Яғни цель бар, я? Магазинге бару, не үшін? Сатып алу үшін. Сол сияқты осы конструктораны қолдансақ болады енді в будущем. Так, негізі иероглиф жазып жүрміз ба? Жаттау үшін. 6 күн жазарым. Мен жазам. Если что, мен группаға не жібере аламын андай болады ғой, PDF форматында там телефонда, планшетте жазсаңыздар болады, если ерінсек, мысалы дәптерге. Бірақ негізі қолмен жазғанда дұрыс. Но в целом екінші практикада артық етпейді ғой. Үшін тоже неге жазсақ болады. Так, енді бізде текст оқиық. Оман сен тең. Тең слушать, а? Аны бірінші тыңдаймыз, потом оқимыз. Так, нехор. Так. Чемон деген осылай. Seven. What's the date today? 课文一， Text 1. 请问今天几号？今天9月1号，今天星期几？星期三。 Енді бұл оқи аласыз ба сіз тексті? Қайсың? Текст оқи аласыз ба деген ғой, жаңа сіз сыртта едім дегенде айтыңыздар. Диалогты екеуіңіз оқысаңыздар. Аны давайте Ерасыл бастасын, бұны сіз. Чингуан Жинтян Жихау. Сразу аударайын ба? Дайте соңында аударайық. Сұраққа берейін ба? Бұны сіз ғой, оқи беріңіз. Так. Жентян, Сингуи Жима. Жинтян Жойе Ихау. Мынаны оқымадыңыз ғой бұны. Жентян, Юе, Ихау ма? Жойе Ихау. Чинчен Шинчиджи. Не дейді? Синсан ба? Синчисан. Енді аударайық. Не дейді? Кешіріңіз, сұрауға бола ма? Бүгін қаншасы? Қай число, қай күн? Ибо айтады. Бүгін 6 август па? Жойе. Жоқ, текст оқымаймыз ба? Текст бойынша аударамыз ғой. Бүгін 6 августте, ол шын өмірде. Ал текстта бізде Жойе Ихау деп тұр. Қалай аударамыз? Жентян, Ихау бүгін қай уақыт деген? Яғни Жойе. Бүгін қандай күн? 9-шы ай. Оны айтып тастады аударып. Сіз ответті аудару керексіз. Бұны. Не деп тұр? Бүгін 9-шы айдың 1-ші дейді. Хау деген число, е ай. 9-шы ай, 1-ші число. Зе ол қалай аударылады? Так, 9-шы ай, 1-ші күн деген ба? Яғни 9-шы ай біз санаймыз ғой тоже. Шын өмірде де бізде ұқсайды, ja? Сентябрь ғой. 9-шы ай біз жазған жердегі. Яғни сентябрьдің қай числосы? 1-і, ja? Жие ма? Жойе, е деген ай. Ал 9 деген бізде не? 9-шы ай деп тұр, значит. Ихау, значит, 1-ші число.
Сентябрьдің 1 деген сөз. Түсінікті ма? Енді мынаны аударайық. Не дейді? Есіңді. Аптаның қай күні? И синчисан қай күн? Синчисан дейді. Среда ма? Той, үшінші күн среда, той. Фэйчанхао. Енді келесі екінші текст. Тоже. 我们先停，然后一起读。课文1号，月昨天是几月几号？昨天是8月31号，星期二。天呢？明天是9月2号，星期四。 Енді біріншісін ана бізде абу болсын, б ерас. Сен немін ду? Окей, аударайық. Біріншісін оқиын ба? Зоочан ши жиі жахау ма? 昨天是8月30号，星期二。 8月31号星期二. Aha. Келесі. Мingtian ne дейді? Меңсен не ма? Мingtian дейді. Aha. Келесі. 明天是9月1号，星期四。 非常好. Енді аударайық. Қандай? Зоотен бірінші қалай аударамыз? Кеше қандай күн болды ма? Аха, біз жиын деп бағана айттық, я? Біз жаңа шыны айтпасақ та болады деген, бірақ бұл жерде шы как кеше қандай күн болды деп. Зоотен yesterday was деген сияқты ғой. Тура ана жерде what was the date yesterday деген сияқты was сияқты аударамыз. Бірақ біз оны айтпасақ та болады. Зоотен жиі жихау десек те понятно. Бірақ шы арқылы прям зоотенді қосылып тұр. Кеше қай ай қай күн деп. Дұрыс аудардық. И б қалай аударамыз енді? Кеше августтың 31-і, вторник. Ой, фэйчанхао. Енді мынаны қалай аударамыз? Ертең деген сөз ғой. Ертең ше, я. А как насчет завтра? Аха, ертең ше қандай күн деген қысқартылған формасы ғой. Мingтен. Ертең сентябрьдің 2-сі, четверг. Той, фэйчанхао. Келесі соңғы текст. 在咖啡馆你的кафешкада бізде диалог. 星期六，你去学校吗？我去学校。你去学校做什么？我去学校看书。 Бізде давайте А ерасыл, Б абу. Енді оқиық аударайық. 明天星期六，你去学校吗？ Б абу. Оқу шедау ма? Чүйнау, чүй деп оқылады. Шешау. Чүйнау бізде чүй ити. Чүй деп оқылады. Аха. Шешау ма? 我去学校 дұрыс. 你去学校做什么？ оқу шешау看书ма? 我去学校看书. 我去看书. Енді аударайық.请你们翻译. ертең. Синчилау дейді. ертең суббота. Сен мектепке барасың ба? Барасың ба дейді. И бізде ертең 6-шы күн. Я, уже айттық ертең. Мектепке қалай болады? Аяқта бұны аударайық.
Бұны айттық. Ертең чилю суббота дейді. Ничи шешау ма? Мектепке барасың ба дейді. Би айтады очень шешау. Барамын ғой. Барамын. Барамын. Дұрыс. Фэйчанхау. Енді Так, сен мектепке барып не істейсің? Или? Ошыма, я. Мектепке барасың, не істейсің, не үшін барасың дегенде ғой. Ошыма. Б шо? Мен мектепке оқуға барамын. Барамын, кітап оқу үшін. Фэйчанхау. Так, енді соңғы тапсырма. Сұрақтарға ауызша жауап берсек болады. Аяқтағы. Бірақ келесі жаттығу соңғы мынау болсын. Мен сен шеді иен. Яғни бүгінгі жаңа сөздерді қолданған, өткен сөздермен не істеу керек дейді. Мяу шу тупен. Суретке қарап сипаттау керек. Мынау наған деген сияқты. Динтен ші. И просто біз шын айтпасақ та білеміз, я? Динтен просто дальше айтып кете береміз. Динтен и е и хау. Енді синчи, мына жерде фотода дұрыс көрінбейді. Примерно любой күнді айта салады. Понедельник, вторник, среда. И, синчи и. Синчи и. Енді келесі бізде майдың 18-і, я? Айтамыз оны. Майдың 18-і? Бірінші ай жүреді, потом хау. Яғни май деген бізде қытайша қалай? Мамыр. Уе ма? Дұрыс, уе 5-ші, я? Уе и 18 қалай? Так, ши 8 қалай еді? Ба. Шиба ма? Шиба. Шиба хау, я, сонда. Динтен уе шиба хау. Енді мына жерде аршы ар хаушы не бізде? Нені жазу керек? Аптаның қай күнін жазу керек мына жерге? Мына жерге қарайық. Аршы ар бізде қай күн? Аршы сән қай күн? Үш төрт. Так, аршы ар хаушы сан. Қандай сан? Басында бізде апта деген қалай айтылатын еді? Синчи сан. Аршы сан хаушы синчи сы. Келесін айта берейік. Тен вучи Ертең. Жаңа конструкция учи бір место для того, чтобы қайда барады? Так, мектепке. Қалай айтады мектепті? Сесяу. Кан шыма? Каншу. Каншу. Шу деп. Яғни, даже біз библиотеканы айта аламыз. Библиотека деген сөз ол бізде тушугуан. Тоже мұнда тушугуан деп жаза аламыз. Тушугуанға тоже кітап оқушым барады ғой, да? Джинтендікі жоудау жали. Еувынтима? Ушы. Мэйл деп, я? Өйткені мен еу деп қойдым. Шыдан басталатын емес, яғни оған мэйл. Бірақ бар ма дедім, яғни бар болса еу, жоқ болса мэйл. Енді келесі сабақта listening теорем. Басында біз ридингті бірге орындасақ болады, если түсінікті болмаса. Сұрақ жоқ болса, онда оман шақылы. Яғни сабақ бүгін бітті. Заджен. Бай-бай. Бай-бай.